Сәлем достар. Алдарыңызда 2037 фильміне қысқаша кино шолу. Оқиға Юн есімді 19 жастағы қыздан басталады. Ол саңырау әрі мылқау анасымен бірге тұрады. Юн анасы көшеге жалғыз шыққанда адамдармен тілдесе алу үшін оған сөйлеуді үйретуге тырысып жүр. Юнның әкесі көп жыл бұрын қайтыс болған. Енді бұл отбасында бір-біріне ғана сүйенетін анасымен қызы қалған. Тұрмыстары жұпыны болғанымен олар бақытты өмір сүреді. Юнның анасы күріштен жасалған тоқаштарды жақсы көреді. Сондықтан Юн күн сайын үйге қайтар жолда оған міндетті түрде біраз тоқаш алып келеді. Ал Юнның өзі космия гүлдерін ерекше жақсы көреді екен. Анасы оған үнемі сол гүлдерді теріп береді. Екеуі де осындай қарапайым сәттерден бақыт табады. Алайда Юн анасына гүлдерді жұлмауды өтінеді, өйткені олар да ауырсынуды сезінеді деп сенеді. Екеуі де отбасының күнкөрісі үшін еңбек етеді. Анасы тігін фабрикасында жұмыс істейді, ал Юн кафеде қосымша жұмыс істейді. Анасы қызының осындай жасында еңбек етіп жүргеніне қиналады. Ол қызына жұмысты тастауға кеңес беріп, әкесінің ауруынан қалған қарыздың әлдеқашан өтелгенін еске салады. Бірақ Юн анасын алаңдатқысы келмей, бәрін әзілге айналдырып қояды. Юнның анасы демікпе ауруымен ауырады. Сондықтан өзін жақсырақ сезіну үшін интернет арқылы түрлі шөп шайларына тапсырыс береді. Бір күні анасының жұмысына Юнның мектептегі достары келеді. Сол кезде Юнның мектепке бармай қойғаны белгілі болды. Бірақ анасы күмәнданбас үшін ол күн сайын мектеп формасын киіп үйден шығып жүреді екен. Сондай-ақ Юнның мемлекеттік қызметке орналасу емтиханына дайындалып жүргені анықталады. Биыл емтиханнан өте алмағанымен келесі жылы қайта дайындалып, тағы бір рет бағын сынамақ болады. Юнның достары оған әрдайым қолдау көрсетеді. Олар жігерлендіріп қана қоймай, қажетті кітаптарды да сатып әперіп жүреді. Бір күні Юн анасының жұмыста саусағын жарақаттап алғанын естіп жылап жетеді. Анасының әріптестерінің бірі оны ауруханаға апарып, жан-жақты қамқорлық көрсетті. Сол үшін Юн оған шын жүректен ризашылығын білдіреді. Келесі күні Юнның анасы қызының суретіне күлімсірей қарап отырғанда, әлгі әріптесі келіп, қызының өте сұлу екенін айтады. Анасы оның сөзін ерінен оқып күліп жіберіп, тілінде қызының әкесіне тартқанын жеткізеді. Бірақ ер адам оны түсінбейді. Ол әйел естімейді немесе айтқанын ұқпайды деп ойлап, батылданып Юнның есейіп қалғанын айтып, оған үйленгісі келетінін жеткізді. Тіпті одан артық ешкім Юнды бақытты ете алмайтынын айтып күліп қояды. Алайда Юнның анасы оның барлық сөзін түсінген еді. Ашуға булыққан ол әлгі ер адамды қатты ұрып жібереді. Өйткені оның ниеті өте арам әрі жиіркенішті болатын. Ол Юнды алғаш көрген күннен бастап жаман оймен бақылап жүрген еді. Сол күні кешке әлгі ер адам Юнның жұмыс істейтін жеріне келеді де, оған арам көзбен қарап тұрады. Үйіне қайтқаннан кейін де, әсіресе мас күйінде, Юнды ойынан шығара алмайды. Ал сол күні Юн жұмыстан кеш шығады. Көшеде ешкім болмайды. Осыны пайдаланған әлгі ер адам оның соңынан ереді. Біраз уақыттан кейін Юн біреудің оның соңынан келе жатқанын сезіп, мазасызданып жүрісін жылдамдатады. Бірақ ер адам оны қуып жетіп, артынан ұстап алды. Кейін оны егістік маңындағы оңаша жерге сүйреп апарып, өзінің азғын нәпсісіне еріп, зорлап кетеді. Алайда ол мұнымен де тоқтамайды. Осындай ауыр қылмыс жасағаннан кейін Юнның көзіне тіке қарап, егер бұл туралы біреуге айтса, дәл осындай сұмдықты анасына да жасайтынын айтып қорқытады. Осы кезде Юнның анасы қызының түнге дейін үйге оралмағанына алаңдай бастады. Ол қызын іздеу үшін көшеге шығады. Әлгі ер адам Юнның анасын ең жерде жалғыз көрген сәтте, оның санасына қайтадан арам ойлар келеді. Ол орнынан тұрып, анасына қарай беттейді. Жан төзгісіз азап пен қорқынышты бастан өткерген Юн оның көзінен дәл сол жиіркенішті ниетті көреді. Бірақ бұл жолы ол арам ойын өзіне емес, анасына бағыттаған еді. Бар күшін жинаған Юн орнынан әрең тұрып, жердегі тасты алып, ер адамның басынан бар күшімен ұрады. Соққы өте ауыр болып, қаскөй алған жарақатынан сол жерде жан тапсырады. Келесі көріністе Юн адам өлтірді деген айыппен қамауға алынды. Полиция оның өзін қорғау мақсатында әрекет еткенін дәлелдейтін ешқандай айғақ таба алмайды. Тіпті тергеушілер оның сөзіне сенгеннің өзінде заң бойынша міндетті түрде дәлел қажет еді. Соның салдарынан бұл іс өзін өзі қорғау емес, қасақана кісі өлтіру ретінде қарастырылды. Юнды құтқару үшін адвокаты оған жұрт алдында сөз сөйлеп, әйелдер ұйымына қосылып, өз құқығы үшін күресуге кеңес береді. Бірақ Юн бұдан үзілді кесілді бас тартады. Ол өзінің басынан өткен жағдайды ешкімнің білгенін қаламады. Сондай-ақ адамдардың өзіне бейшара әйел ретінде аянышпен қарағанын да қаламайды. Өйткені ол туған күннен бері өзгелердің дәл сондай көзқарасына төсіп келген еді, және енді оны көтере алмайтын болды. Ол осының бәрін анасына да айтып береді. Басқа амал таппаған анасы мен қызы бір-бірін құшақтап, дәрменсіз күйде көз жасына ерік береді. Бірнеше күннен кейін сот отырысы өтті.
Дәлелдердің жеткіліксіз болуына қарамастан, сот Юнды адам өлтіргені үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кеседі. Үкімді естіген анасы қолын жайып, судьядан жалбарына кешірім сұрайды. Кейін қызын құшақтап, бар даусымен еңіреп жылайды. Кейін Юнды түрмеге әкеліп, ішінде тағы 5 әйел жазасын өтеп жатқан камераға орналастырады. Юн ішке кірген бойда абайсызда бір әйелге тиіп кеткен үшін, әлгі әйел оны аяусыз ұра бастайды. Басқа тұтқындар мұны көріп араша түсіп төбелесті тоқтатады. Сол түні Юн анасын ойлап көз ілмей жылады. Өйткені ол өмірінде алғаш рет анасынан осыншалық алыс қалған еді. Келесі күні таңертең барлық тұтқындар бірге таңғы ас ішеді. Юн олардың өзі ойлағандай жаман адамдар емес екенін байқайды. Әрқайсының өз тағдыры, өз қайғысы бар. Солардың ішінде қызғылт түсті киім киген бір әйел ерекше көзге түседі. Юн оның себебін сұрағанда, әлгі әйел өзін бүкіл түрмедегі ең үлгілі тұтқынмын деп мақтанышпен жауап береді. Олардың арасында бәрі үлкен әпке деп атайтын беделді әйел де болды. Юнның тамақ ішпей отырғанын байқап, ол уақыт өте келе түрме өміріне үйренетінін сабырмен түсіндіреді. Сондай-ақ тамақ ішпесе жұмыс істеуге шамасы жетпейтінін айтады. Тұтқындар Юнға түрмеде еңбек еткені үшін ақы төленетінін де айтып берді. Ең жоғары жалақы жөндеу жұмыстарына берілетінін естіген Юн дәл сол жұмысты таңдауға шешім қабылдайды. Жұмыстың өте ауыр екенін білсе де, ол бәрібір сонымен айналысуға бел буады. Біраз уақыттан кейін барлық тұтқындар өз жұмыс орындарына тарайды. Сол жерде бір әйел Юнға қайта-қайта қарап жүреді, өйткені ол жас әрі сұлу болатын. Тұтқындарды бақылаушы қызметкер кезекті түгендеу кезінде Юнның жаңадан келгенін байқап, енді оның түрмедегі нөмірі 2037 екенін хабарлайды. Күн соңында бәрі жиналған кезде Юн бақылаушыдан еңбек ақысын қашан алатынын сұрайды. Мұны естіген қызметкер ашуланып, оған ешқандай ақша берілмейтінін дөрекі түрде айтып тастайды. Ол Юнды қатты сөгіп, оның небәрі бір тұтқын екенін еске салады. Сол түні қалған тұтқындардың бәрі ұйықтап жатқанда, Юн камераның бір бұрышында үнсіз жылап отырады. Біраздан кейін оған Чоджи келіп, өзінің 5 адамды өлтіргені үшін түрмеде отырғанын айтады. Ол кезінде ұлын бір мас жүргізуші қағып кеткенін баяндады. Кек алу үшін Чоджи сол адамның бүкіл отбасын тірідей өртеп жіберген екен. Ол жасаған ісіне қатты өкінетінін де жасырмайды. Кейін Юнға ішіндегі сезімін жасырмай, ойларын ашық білдіруді ұсынады. Өйткені жан тыныштығын табудың жалғыз жолы сол екенін айтады. Олардың әңгімесі барысында Чоджиның өлім жазасына кесілгені және үкімнің орындалатын күні де белгіленіп қойғаны белгілі болады. Чоджиның сөздерін тыңдағаннан кейін Юн анасына хат жазады. Хатында өзінің жағдайының жақсы екенін айтып, анасына уайымдамауын өтінеді. Осы күннен бастап Юн түрме өміріне біртіндеп үйрене бастады. Жұмысына да бейімделіп, камерадағы басқа әйелдермен еркінірек араласа бастайды. Бірнеше күннен кейін Юнның анасы оны көруге келеді. Ол қызының сүйікті тағамдарын алып келгенімен, күзетші сырттан әкелінген тамақты кіргізуге болмайтынын, себебі оның Юнның денсаулығына зиян келтіруі мүмкін екенін айтады. Ұзақ уақыттан кейін қызын көрген анасы қатты қуанады. Ал Юн болса, анасының сөйлей алмаса да өзін атымен шақырғанын естіп қатты толқиды. Екеуі бір-біріне қарап тұрып көз жастарына ерік береді. Бейтаныс бір адамның нәпсіқұмарлығы кезінде бақытты әрі алаңсыз өмір сүрген отбасының күл талқанын шығарған еді. Келесі күні таңертең Юнның жағдайы күрт нашарлап, төсектен тұра алмай қалады. Дәрігердің тексеруінен кейін оның жүкті екені анықталды. Бұл хабарды естіген Юн қатты күйзеліске түседі. Өміріндегі ең қорқынышты әрі ең ауыр оқиғадан кейін ол бәрін ұмытып, жаңа өмір бастауға тырысқан. Бірақ тағдыр оны қайтадан сол қорқынышты естеліктерге алып келді. Оның өмірін тас-талқан еткен адамның баласына жүкті екенін түсіну Юн үшін төзгісіз соққы болды. Ол ештеңе ойламастан түрмеден қашып шығып, анасын құшақтап, бар даусымен айқайлағысы келді. Қақпаға қарай жүгіріп барып, оны ашуға тырысып, еңіреп жылайды және анасын қайта-қайта шақырады. Юнның бұл күйін көрген полиция қызметкерлері оны бірден тоқтатып, қараңғы оқшаулау бөлмесіне қамап қояды. Бірнеше минуттан кейін камераластары оның жүкті екенін біледі. Олар Юн үшін қатты алаңдады. Өйткені ол ана болуға әлі тым жас еді. Оның үстіне құрсағындағы сәби өмірін құртқан сол зорлаушыдан қалған болатын. Келесі күні Сан Чоджи Юнның басын тізесіне қойып, қандай жағдай болса да мықты болу керектігін мейіріммен айтады. Ол Юнға қамқорлық жасап, оны қайтадан камерасына алып келеді. Біраз уақыт өткен соң, Юнды түрмеге алғаш келген күні ұрып соққан әлгі әйел тағы да оған шабуыл жасайды. Ол Юннан неге зорлаған адамның баласына жүкті болғанын түсіндіруді талап етеді. Сол сәтте басқа тұтқындар келіп оны тоқтатады. Кейін белгілі болғандай, әлгі әйелдің ашуы өз өміріндегі ауыр жағдайлардан туған екен. Оның тағдыры да Юнның тағдырына өте ұқсас болып шықты. Күндер өте келе, Юн анасымен кездесуді қояды. Егер анасы оның жүкті екенін білсе, одан сайын қиналады деп ойлайды. Ал анасы болса, күн сайын қызын көруге келеді. Бірақ Юн кездесуден қайта-қайта бас тартады.
Қызының неге өзін алыстатып жүргенін түсінбеген анасы қатты қайғырады. Бір күні көрші камерадағы тұтқындар келіп, Юнға қоқан-лоққы көрсете бастады. Сол кезде бір әйел оны шақырып, бірге дәретханаға баруын сұрайды. Әлгі әйел Юнды алғашқы күннен-ақ ұнатып қалған еді және сол жерде оны зорламақ болады. Дәл сол сәтте Санчоджи келіп жетіп, әйелдің шашынан тартып, қатаң түрде қорқытады. Ол әлгі тұтқынға тағы бір адамды өлтірсе де, бәрібір өзін өлім жазасы күтіп тұрғанын айтып, Юннан аулақ жүруін талап етеді. Осы оқиғадан кейін түрмедегілердің бәрі Юннан қорқып, одан алшақ жүре бастайды. Күндер өте келе Юн жүктілікті көтере алмайтынын түсінеді. Бір күні ол шыны сынығымен ішін тіліп, өзіне зиян келтіруге әрекет жасайды. Мұны көрген әлгі ашуланшақ қыз оған айқайлай жөнеледі. Ол Юнға бұл баланы дүниеге әкелмеуді және өз-өзіне қол жұмсамауды бұрыннан айтып жүргенін еске салады. Барлық тұтқындар жиналып, Юнға бұқаралық ақпарат құралдарына жүгінуге кеңес береді. Өйткені қоғам оған қолдау көрсетіп көмектесуі мүмкін еді. Олар 19 жастағы қызға 5 жыл түрме жазасы тым ауыр екенін айтады. Бірақ Юн бұған келіспейді. Ол 5 жыл жазасын өтеуге дайын екенін, алайда бүкіл ел алдында осындай жағдайға тап болған адам ретінде өмір бойы ұят сезіммен өмір сүруге төзе алмайтынын айтады. Енді оның жалғыз үміті сотқа апелляциялық шағым беру. Мүмкін судья оның пайдасына шешім шығарар. Жүктілігіне байланысты Юн ауыр жұмыстардан босатылып, жеңілдеу міндеттерге ауыстырылады. Мысалы, сырттан жеткізілетін дәрі-дәрмектерді қабылдап, тіркеуге жауапты болады. Юн анасымен кездеспесе де, оны тыныштандыру үшін анда-санда хат жазып тұрады. Анасы қызының әрбір хатын оқыған сайын көз жасына ерік береді. Бір күні жұмыс кезінде Юнның іші қатты ауырып кетеді. Дәрігер тексергенде оның жүктілігінің 6 айында екені белгілі болады. Іші аса үлкен болмаса да, сәби әлі кішкентай болғанымен дені сау екені анықталады. Баланың жүрек соғысын естіген сәтте Юн жылап жібереді. Өйткені ол осы уақытқа дейін баладан құтылу үшін жасырын түрде дәрі ішіп жүрген еді. Мұны сырттан зат жеткізіп тұратын қызметкерлерден де жасырып келген болатын. Камераға оралған соң бәрі дәрігердің не айтқанын сұрайды. Юн өзінің жүктілігінің 6 ай болғанын айтып, болған жағдайдың бәрін жасырмай жеткізеді. Сол күннен бастап камераластары оған ерекше қамқорлық жасай бастады. Олар Юнға жұмыс істетпеуге тырысып, барынша көмектеседі. Уақыт өте келе апелляциялық соттың күні де келеді. Судья Юнға соңғы сөз айтуға мүмкіндік береді. Юн сөзін әлгі ер адамды өлтіргенін мойындаудан бастайды. Ол адамдардың өзіне сенуі немесе сенбеуі маңызды емес екенін айтты. Өйткені сол адамның өзіне қандай сұмдық жасағанын өзі ғана білетінін жеткізеді. Сондай-ақ жасаған ісі үшін жазасын өтеуге дайын екенін де жасырмады. Юн 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін түсінсе де, судьядан тек бір ғана өтініш жасайды. Ол анасын біреудің қамқорлығына алуын сұрады. Сөзін аяқтағанда Юн көпшіліктің көз алдында еріксіз жылап жібереді. Юнның айтқандарының бәрін тыңдап болған соң, судья алғашқы 5 жылдық үкімнің күшін жойып, жазаны 1 жылға дейін қысқарту туралы шешім шығарады. Бұл шешімді естіген сот залындағы адамдардың бәрі қуанып, жүздеріне күлкі үйіріледі. Осыдан кейін уақыт тез өте бастады. Юнның іші де күн өткен сайын үлкейе берді. Камераластары оған бұрынғыдан да көбірек қамқорлық жасайды. Бір күні Юн камераласына касмия гүлдерін қатты сағынып жүргенін айтады. Анасы бұрын әрдайым өзіне сол гүлдерді теріп әкелетінін еске алады. Түрмеден шығып гүл теру мүмкін болмағандықтан, сол түні барлық әйелдер білдіртпей тұрып, жуынатын бөлменің қабырғаларын түгелдей касмия гүлдерінің суреттерімен безендіреді. Таңертең оянған Юн осы тосынсыйды көріп қатты қуанады. Камераластарының бұл ықыласы оның жүрегіне ерекше әсер етеді. Келесі көріністе тұтқындардың бәрі өз киімдерін қиып, Юнның сәбиіне кішкентай киімдер мен шұлықтар тігіп жатқанын көреміз. Түрмеде басқа мата болмағандықтан, олар барын бөлісуге мәжбүр болады. Олар мұнымен ғана шектелмей, болашақ сәбиге де ат таңдап қойды. Ұл болсын, қыз болсын, оның есімі Бонни болады. Бұл есімнің мағынасы әлсіздерді қорғаушы. Ең таңғаларлығы, бұрын Юнға үнемі ашуланып жүретін сол қызда жұмысынан түрлі материалдар әкеліп, сәбиге арнап ойыншық жасап береді. Әр адамның жүрегінде мейірім мен бақытқа орын бар. Бірақ өмір салған ауыр жаралардан адамдардың жүрегі біртіндеп тасқа айналған еді. Алайда дүниеге келетін сәбидің арқасында олардың бәрі біртіндеп өзгере бастады. Бір күні барлық тұтқындар жұмысқа кеткенде, Юн камерада жалғыз қалады. Кенеттен оның толғағы басталады. Ол камераластарына арнап жазған хаттарын әрқайсысының жәшігіне салып шығады. Кейін дәрісін ішіп, еденге жата кетеді. Басқалары жұмыстан оралғанда Юнның ес-түссіз жатқанын көреді. Барлығы абыржып, жылап, оны тұрғызуға тырысты. Олар дереу күзетшілерді шақырады. Юнды бірден ауруханаға жеткізді. Көп уақыт өтсе де Юн есін жимады. Дәрігерлер оның толғатуын өтініп, әйтпесе өзінің де, сәбиінің де өміріне қауіп төніп тұрғанын қайта-қайта ескертеді. Бірақ Юн ешқандай әрекет жасамайды. Ол өмір үшін күрескісі келмегендей үнсіз жата берді. Дегенмен дәрігерлердің бар күш-жігерінің арқасында сәбидің өмірін сақтап қалуға мүмкіндік туды. Ал Юнның жағдайы әлі де өте ауыр күйінде қалды.
Осы уақытта түрмедегі әйелдер Юн қалдырып кеткен хаттарды тауып алады. Хатында Юн өзінің аман қалатынына сенімді емес екенін айтып қоштасу сөздерін жазған еді. Ол барлығына өзіне көрсеткен мейірімі мен қамқорлығы үшін шын жүректен алғыс білдіреді. Хатты оқыған камераластарының бәрі қатты қайғырып кетеді. Юнның анасы да қызының ауруханаға түскенін естіп, бірден сонда асығады. Бірақ қызы әлі де ес-түссіз жатқан болатын. Бірнеше айдан кейін қызын қайта көргенімен, оның мұндай халде жатқанын көру анасы үшін өте ауыр еді. Ол Юнды құшағына қысып көз жасын тоқтата алмай ұзақ жылайды. Осыдан кейін фильм көрерменді гүлге толы әсем баққа жетелейді. Сол жерде кішкентай қыз өз отбасымен шаттанып ойнап жүр. Бұл басқа отбасы асырап алған Юнның қызы болатын. Келесі көріністе Юнның анасының киім үтіктеп отырғанын көреміз. Оның жанында мемлекеттік қызметке орналасуға арналған әңгімелесуге шақыру қағазы жатыр. Кенет біреу «Анашым» деп дауыстайды. Юнның анасы артына бұрылып, жүзіне жылы күлкі үйіріледі. Алайда фильм оны кімнің шақырғанын көрсетпейді. Бұл аурудан айығып, үйіне аман-есен оралған Юн болды ма? Әлде қызынан айырылудың қайғысынан қан жұтқан анасы өз қиялындағы дауысты ғана естіді ме? Фильм дәл осы жүректі тебірентетін сәтпен аяқталады.